Так. Ассалаумалейкум, жігіттер, қыздар. Сендерге бүгін мен 3D моделирование сабағын жасайын. 3D модельдеу сабағын, дұрыс болады қазақша айтсақ. Бұл сабақты бастау себебім, өйткені көптеген қазақ балалары бар, тек қана TikTok пен YouTube көргенше менің ойым енді бәрібір де интернетте отырады екенсіңдер. Менің ойым пайдалы зат үйренсін, сөйтіп кішкене болса да соған қызықсын деген не бар, ой. 3D моделирование деген не? Дизайн емес, мен айтып отқаным тек қана анандай графический дизайн, ойынға персонаж жасау, ондай 3D дизайн емес. Бұл көбінесе инженерный продукт дизайн. Яғни, мысалы, сіздер мысалы айтайық, бір ойыншық жасаймын, немесе бір машиненің бір бөлшегін жасаймын, немесе үйде бір зат керек еді, бірдеме сынып қалды, соны жөндеу үшін, 3D принтерден шығарып алу үшін модель жасау керек қой. Мысалы, оны өлшеу керек. Содан кейін жаңағы линейкамен өлшеп аласыз. Кәдімгі физически жөндейтін тесігіңіз болса, бір сынған болса, мысалы, бірдемеден бастайықшы. Например, айтайық, есіктің ручкасы сынып қалды. Айтайық, бір ручка сынып қалды, есікті ашатын. Ол ручка, ондай ручка жоқ сәйкес келетін. Мысалы, оны 3D принтермен жасау болады. Бірақ қалай жасайсыз? Бірінші, сіздер жаңағы оның өлшемдерін аласыздар. Өлшемдер алғаннан кейін жаңағы бір программаға салып, оны жасау керек. Жасағаннан кейін, сосын 3D принтерге оны беріп, ол қымбат емес, олар шығарып береді. Или өздеріңізде 3D принтер болса, жаңағы пластик қылып шығарып береді. Енді сол өлшем жағын әзірге үйретпеймін, білмеймін, керек пе, керек емес пе, қалай дұрыс өлшеу керек, сондай сұрақтар. Олар ойлаймын, енді көп адам біледі деп, менің ойымша. Ал енді 3D моделирование болатын болса, кішкене көмектесіп жіберу керек деп ойлаймын. 3D моделирование, модельдеуде неше түрлі программа бар. Жаңағы SolidWorks, тағы да программалары бар. SolidWorks мысалы, ол жақсы программа, бірақ оның бір қиын жаман жағы, программаны сіз жаңағы өзіңіздің компьютеріңізға жазып алуыңыз керек. Жазып алу, мысалы, ол бір жазып аласыз, бірақ компьютер көтермесе ше. Жаңағы модель жасайсыз, ол ауыр болады. Оны компьютер көтере бермейді, өйткені компьютерлар жаңағы жақсы 3D модельдеу компьютерлары мықты болу керек. Ол мықты компьютерлар қымбат тұрады. Сондықтан мен өзіме жаңағы бұлттық облачный дейді ғой, бұлттық шешімдерді қолданатын программаны шештім. Ол өте таңдадым, ол өте мынандай ыңғайлы. Өйткені сіздің компьютеріңізді көп қинамайды. Оның барлығы, бүкіл жаңағы есептері серверде жүреді. Яғни бұлттарда. Енді бастайық. Оның аты OnShape. OnShape деп жазсаңыз, платформа. Бұның орысшасы бар ма, білмеймін. Көрейік, орысшасы бар ма екен. Так, басайық. Орысшасы жоқ екен, ағылшынша. Бірақ уайымдамаңыз. Мен ағылшынша қазір сіздерге үйретемін. Бірінші, бұл жерде pricing дейді. Pricing деген бағасы. Бағасы мынандай, enterprise и так далее, ол бәрі платный. Бірақ мына жерде create student account деген бар. Жаңа студенттер, және
үйреніп жатқандар, студент деген тек қана университетте оқитындар емес, жалпы үйренетіндерге. Ол 5 платно, ақшасыз, тегін. Осын басасыздар. Басқаннан кейін мына free OnShape education account. Осы жерге жазасыңдар. First name деген атыңызды жазасыз мына жерге. Содан кейін last name деген мына жерге фамилияңызды жазасыз. Email адресіңізді email. Содан кейін студентсіз ба, үйретушісіз ба, соны таңдайсыз. Содан кейін қандай левелдасыз, университет жасында, әйтеуір біреуін таңдай бересіздер. Мысалы, одан да үлкен болсаңыздар таңдай беріңіз біреуін, әйтеуір сіз үйренетін адам саналасыз. Содан кейін мынаны басасыз тикті. Содан кейін create edu account дегенді басасыз да, бастайсыз жұмысты. Мен баяғыда бұндай аккаунтты жасап қойғаным үшін мен sign in дегенге кіремін. Менің аккаунтым уже бар. Өзім аккаунтыма кіремін. Сосын осындай OnShape'тің бірінші беті пайда болады. Менде мына жерде жасап қойған проекттерім бар, өзім дизайндерім бар. Сіз бірінші жұмысты create демесеңіз, create жасау. Документ, яғни жаңағы 3D моделіңіз болатын документ жасайсыз. Folder деген, папка. Son папканың ішінен осындай документтер толып кіргізе беруге болады. Менде мына жерде сияқты. Жарайды. Енді біз документтен бастаймыз. Бізге керек осы документті басамыз, документтің атауын қоямыз. Қандай атау қоямыз? Мысалы, мен сабақ 1 дейін. Create public document. Public деген не? Бұл любой документіңіз жасалған публичный болады. OnShape қолданушылар оны көреді, қаласа көреді. Оны ешкім қарап отқан ешкім жоқ. Миллиондаған адам, миллиондаған документ жасайды. Сондықтан оны сіздің документіңіз ешкім қарамайды да. Бірақ осыны басасыз. Осыны басасыз. И документ пайда болады. Үйтіп loading workspace дейді. Осындай workspace деген. Жұмыс істеу алаңы. Жұмыс істеу алаңында бірінші мынау ағылшынша dimensions дейді. Мысалы, қай бөлімінде жұмыс істейсіз. Үстінен қарап, алдынан қарап, оңнан қарап. Қайсы ыңғайлы, сонымен бастайсыз. Содан кейін бәрінің ортасында мынандай не болады? Точка, нүкте. Бастамалар осы жерден бастаған дұрыс. Центрін көрсетеді, осы жерден бастасаңыз сізге оңай болады. Ертең ориентир жасауға, сонда соған оңай. Бұны алдыңыз. Енді бірінші скетч жасайсыз. Любой 3D объекті жасау үшін бірінші 2D сурет жасайсыз. Бірінші суретін жасайсыз, дұрыс па? Суретін жасайсыз, мына sketch plane дейді. Мына жерде plane'ның жаңағы ненің үстіне қалай жұмыс істей бастайсыз, соны таңдайсыз. Мен топ үстінен бастап, қағаздың сурет салғанда үстінен қарап саламыз ғой. Сөйтіп бастаймын. Топ дедім. Мына жерге оң жағында үстінде топ дегенді бассаңыз, бүйтіп ашылады. Үстінен қарайсыз. Үстінен қарағаннан кейін суретіңізді сала бастайсыз. Мысалы, біз вешалка дедік па? Мына line, просто линияны сызайық. Линияны сызғанда мына мысалы дик мен вешалкам 5 сантиметр болу керек. Бұл жерде барлығы миллиметрмен бастадым. 50 миллиметр. Содан кейін мынау крючогы болсын деймін. Крючогы бір айтайық 30 миллиметр. Содан кейін мына жағы бір 10 миллиметр болсын. Сосын мына жағы 10 миллиметр. Сосын бұлай 5 миллиметр. Бүйтіп мына жерге 20 ғой. Мына жерден 15 дейін.
Сосын былай қоямын да, былай қосып қоямын. Так, мына жерде маған ұнамай тұр. Берген параметрі 15 емес, мына жерде мен 5 дейін. Иә, мына параметрді мен 20 дейін. Мынандай вешалка пайда болды. Так, енді қараңыз, мынау 2D сурет, иә? 2D сурет, былай қойсам, мысалы вешалка сияқты, иә? Кішкене. Бұл жанынан қарағанда осындай болады. Былай қарағанда 2D екені көрініп тұр, 3D емес. Енді істейтініміз бұны 3D қылу керек. Скетч деген не ғой? Қарындашпен сала сал деген сияқты. Скетчімізді жасадық. Енді мына жерде extrude деген бар. Extrude деген шығару. Жаңағы 2D'дан 3D қылып шығару. Соны басқанда өзі автоматически салған суретке наводиться етеді. Наводиться етпесе өзіңіз басасыз. Содан кейін соны таңданамын. Мысалы, ол дик вешалкамыз примерно 5 мм-ге алғашқысын дейміз. 5 мм. Енді қарасаңыз, уже 3D-де, көрдіңіз ба? 3D. Вешалкаңыз 3D болды. Енді мен қалайтын аяққа бірдемеге қадау керек вешалкамызды, дұрыс па? Мен осылай қоямын да, скетч деп қайттан бастаймын. Содан кейін скетч plane таңдаймыз. Мынау мен уже жаңағы жасалған заттың үстінен таңдай аламын. Соның үстіне сурет саламын деп. Хорошо. Енді мысалы мен не таңдай аламын? Мынау кішкене дөңгелек таңдайын. Дөңгелек таңдап, мынау өзі бүйтіп, мынау сызыққа өзім ортасына қарай әкпесе, мынандай 4-3 болып көрінеді. 4-3 деген ортасы деген сөз. Знак шығады қасында, ортасына келдің деген сөз, middle point. Осы жерден келдім, содан кейін мынандай дөңгелек бір дейік 12 диаметрі 12 болатын бір дөңгелек жасайын. Осы дөңгелекті мен қайттан экструдке басамын. Мысалы, мен именно мына бөлігін, көрдіңіз ба? Мынаны емес, мынаны таңдап тұру қазір. Таңдамаймын, мынау жан-жағын таңдаймын. Содан кейін бұны өсіремін. Бұны өсіру үшін blind деген бір определенный өсіру несін бересіз, ұзындығын, иә? Мысалы, мен білем, мынаны мен жаңағы жерден 5 мм-ге өсіргем. Енді мынаны 5 мм-ге өсірсем, мына жағын қарайық, 5 мм мен басқа жаққа өсірген. Мен мына жаққа өсіргім керек. Мына направлениесін өзгерем, бағытын өзгерттім 5 мм. Содан кейін new деген жаңа бөлшек деген сөз. New жаңа. Жаңа бөлшек болып тұр. Мен бірақ қаласам, бұл жаңа бөлшек болмасын, мынамен бірге в одно целое болсын деп, бір бөлшек болсын десем, add деген қосу дейді. Сосын қосып жіберем. Сонда мынамен бірге бір бөлшек болып кетті, көрдіңіз ба? Бір бөлшек болып кетті. Барлық жасаған операцияларымыз осы жерде кезек-кезегімен тұрады. Мысалы, мынау жаңағы мынау бөлшек. Мына бөлшек. Бояғанымыз былай кезекпен тұрады. Кезектерін былай алып, былай өзгертіп жіберсеңдер, уже ошибка береді, көрдіңіз ба? Ошибка берді. Өйткені мына кезде мына бөлшек, мына кезде уже ол бөлшек болмаған. Бірінші мына бөлшек пайда болу керек, содан кейін ғана домалақты біз шығара аламыз сыртқа. Хорошо, мынаны істедік. Енді бізге мына жерге бір бұрау керек қой енді қабырғаға. Мынандай неміз пайда болды. Мына жерге қабырғаға бұрайтын бір не жасайық. Тесік жасайық. Опять скетчті алдық, бастық, бетін бастық, таңдадық. Содан кейін бір домалақпен, мына көрдіңіз ба, домалақтың центрін өзі таңдайды.
Содан кейін домалаққа, шурупқа бір не жасаймыз, тесік жасаймыз. Мысалы, болсын 6 мм болсын дейміз. 6 мм болсын. Енді қайттан экструд дегенді басамыз. Бірақ енді әдіміз remove деген алып таста деген сөз. Remove деген алып таста. Алып таста дейміз. Содан кейін біз жаңағы біз қалыңдығын білеміз, 5 мм, 6 мм дейік. 6 мм-ге алып тастасын. Көрдіңіз бе? Бүйтіп тесіп тастады. Тесіп тастады. Окей дейміз. Басқа нәрсе таңдап кетті. Окей дейміз. Енді не? Бізге тесік пайда болды. Тесік пайда болды. Бірақ білгенімізше шуруптың қабырғаға бұрайтын болсақ, шуруп анандай асты мынандай болып келеді ғой. Шамалы 3 бұрыш сияқты. Сөйтіп чамфер деген нәрсе бар. Чамфер деген жаңағы бұрыштарын кеседі. Чамферді таңда дейді. Чамферді таңдайсың. Көрдіңіз бе? Шурупқа ыңғайлы болады. Соны кішкене көбейтейік, мысалы. 2 қылайық. Көрдіңіз бе? Шурубыңыз бұрағанда ішіне кіріп, сыртқа шықпай тұрады. Ал соны таңдадық. Міне осындай біз әдемі вешалкамыз пайда болды. Осыны қадаймыз да вешалка болып шыға келеді. Енді жалпы әдемі қыламыз десеңіз, тағы филет деген нәрсе бар. Жаңағы жан-жағын мынандай әдемі қылады, домалатады. Мысалы 2 десек, мысалы мынандай домалатып қояды. Мынандай қылсақ, мына жерінде айналдырсақ, мысалы, так. Мына жерінде айналдырсақ, сосын мына жерінде айналдыру болады. Сонда анау қойған орамалдарымыз жыртылмайды. Былайша айтқанда. Так, содан кейін мысалы мынаны таңдайық. Жалпы общий таңдасақ, мынандай домалатып қояды. Окейді басамыз. Не шықты? Домаланып шыға келеді. Осындай вешалкамыз домаланып шыға келеді. Осы бітті. Бүгінге осы мынандай бір әдемі вешалка жасадық. Ілгіш. Бірдеме ілуге, мына жаққа шурупты қоясыз. Сосын бірдеме іле бересіз. Енді бұл документті келесі жолы шығарып алуды, файлды, содан кейін 3D принтерге қалай саламыз, сосын қалай шығарамыз, соны көрсетемін. Бүгінге осы басқа функцияларды көргендей көп функциялар бар, оның бәрін түсіндіремін келесі сабақтарда. Енді бұл жерде сохранить деген нәрсе жоқ. Өзі автоматически Google документтер сияқты сохраняться ете береді. Қош сау болыңдар. Бұл сіздерге көмектеседі деген үміттемін. Сау болыңдар.